Сәлем құрметті талапкер, сіздермен бірге Education Guide Анель. Бүгін біз есеп және аудит білім беру бағдарламасы туралы сөйлесетін боламыз. Бұл білім беру бағдарламасы аудит және салық салу білім беру бағдарламалары тобы құрамына кіреді. Егер сұранысқа ие маман болуды және тұрақты табысты жоғары болуды армандасаң, есеп және аудит бағытын батыл таңдай аласың. Бұл бағыт түлектері бухгалтерлік, есеп, бақылау, тексеру, аудит, консалтингтік, ұйымдастырушылық және басқарушылық сынды қызмет түрлерін қамтиды. Оқуды сәтті аяқтағаннан кейін студенттер еңбек нарығында тұрақты сұранысқа ие, әрі қарай кәсіби және мансаптық өсуді мүмкіндігі бар. Бұл білім беру бағдарламасына оқуға түсу үшін ОБТ-да математика және география пәндерін таңдау қажет. 2021 жылғы мемлекеттік білім беру гранттар тағайындау конкурсының нәтижесі бойынша грантқа түсу үшін шектік ұпай 116-ны құрады. Оқыту қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Оқу аясында студент келесі кәсіби құзыреттерге ие болады. Тиімді есеп саясатын таңдау негізінде есеп пен есептілікті ұйымдастырудың ұтымды жүйесін әзірлеу, шаруашылық шешімдерді қабылдау және кәсіпорынның жұмыс істеу тиімділігін бағасын алу мақсатында есептік және есептік ақпараттарды талдау, ұйымның шаруашылық қызметтік экономикалық құбылыстары мен үдерістік болжау, негізгі шаруашылық операциялар мен аудитінің қағидалары мен ережелерін іс жүзінде қолдануды жүзеге асыру. Біздің түлектеріміз PwC, E&Y, KPMG, Deloitte сияқты үлкен төрттіктің қазақстандық филиалдарында және Центр Аудит Қазақстан, Қазақ Консалтинг сынды аудиторлық компанияларда жұмыс істейді. Түлек бухгалтер, аудитор, қаржы кеңесшісі немесе талдаушы ретінде жұмысқа орналаса алады. КАУ-ға оқуға түс, сұранысқа ие маман бол.